тәте, қалайсыз? Жақсы. Біз мұсыр жинаушы қызметкерлер едік. Сіздің дүкеніңіздің таза болуына жауап беру үшін келіп едік. Қандай жинаушы? Мен ешкім шақырмаған сияқтымын ғой. Ой, тәте, уайымдамасаңызшы, біздің жұмысымыз тек сіздің дүкеніңіздің таза болуына жауап береміз. Мыналарың жақсы екен. Ана жақтағы мусорларды ала беріңдер. Рахмет, көмектескеніңізге. Сіз осы дүкенде қашаннан бері жұмыс жасап жүрсіз? 3 жылдай уақыт болды. Өте керемет екен, тәте, рахмет сізге. Біз бұдан кейін әрине сіздің дүкенге көбірек келіп, кітаптарыңызды мусорларды масалап, осылай істейтін тұратын боламыз. Әпке, мына жердегі мусорлар ма? Иә, сол жерде. Біздің компаниямыз осылай, елдердің бәріне осылай көмек жасап тұрамыз. Жай сау болыңдар, келіп тұрыңдар тағыдан. Маска алыңыздар, маска. Аға, маска алыңызшы. Аға, маска алыңыздар. Әпке, маска алыңызшы. Нешеден? 100 теңгеден. 2 бересің ба? Рахмет. Әпке, үйге қайтайықшы, жаурап жатырмын. Қазір маскалар сатып алайық. Әпке, құдай тарасың. Нормально сатып келдіңдер ма? Иә, өздеріңше, не алдыңдар? Мыналарды алып келдік. Не болды оған? Білмеймін, кешеден бері солай жүр ғой. Нүрия, тұр, бол тез маскаларды тазалауға көмектес. Біздің әлі жазирамен қымбатқа отчетымыз жеткіліксіз. Нүрия, ашуланбай істе, ашуланбай. Балжан! Ау! Жаңа сабақта саған сөйлей алмай отқанмын, ренжіген жоқ шығарсың. Просто білесің ғой, сыныптағы қыздар мазақ қылатын әдеті бар екені. Жоқ, барлығы жақсы. Балжан, мен сенің жағдайыңа қарап жүрген адам екенін білесің. Бірақ екеуміз шынымен де дос болып қалатын шығармыз, иә? Мен барлығын білем, Карина, ол не дегенің. Қалаға шығып қыдырып кетейік та? Я қуана барар едім, бірақ қазір. Ой, кеттік, Балжан. Карина! Аслай? Мен саған қанша мәрте айтамын, онымен араласпа деп. Ол да біз сияқты адам ғой. Сен оның киінгенін көрдің ба? Салақ-салақ. Жақсы қыз болса өзіне қарап жүрмей ме? Аслай, сен айтып жатқан мүлде дұрыс емес. Сен осы неге екеуміздің арамызда мүлде сыйластық жоқ? Потому что үйдің үлкені мен. Сен менің айтқанымды істеу керексің. Түсіндің ба? Болды, миыңды ашытпашы, кеттік үйге. Балжан, мен онда кете берейін. Айтып етпейсің ғой? Жарайды. Балжан әпке, қайда жүрсіз? Мен сабағыма кешігіп жатырмын ғой. Әкеліңіз көйлекті. Қайда жоқ болып кеттің? Мен сол мектеп жақта болған едім. Тірліктен қаш, уақыт солып жүрмін десей, жүре бер солай итакта өзіміз үлгере алмай жүргенде. Алдыңғыдай ақша таба алмаған соң, Қасымағадан таяқ жегісі келген болар. Енді біз Дара екеуміз сабаққа барып жүрміз ғой. Өздеріне бар десек бармайсыңдар. Ол жақта уақыт әртүрлі ғой. Бірде кешіген, бірде кешікпей. Қасымаға айтсаңдар апарады ғой сендерді де. Ой, сабаққа вообще желание жоқ, енді сол қалып ет бізге. Балжан, бар ана білмені ретте. Саған жұмыс тауып қойдық. Нүрия, тамағын же. Жегім келіп отқан жоқ. Нүрия, сен ол мінезін маған көрсетпе. Сен ол мінезіңді сен тастап кеткен ата-анаға көрсетесің. Түсінің ба? Ал сенші, сені ата-анаң тастап кеткен жоқ па? На то пошло, біз бұл жерде бір ағайынды емеспіз. Тек Зара мен Балжан ғана болмаса.
Нұрия әпке, сізге не болды? Ештеңе болмады, Зара. Просто қашанға дейін осыншама адамды алдап жүре береміз, қашанға дейін ұрлық жасап жүре береміз. Бізге ақшаны айына тапсақ мейлі, бізге ақшаны күніне тапу керек. Біздің бірақ үйіміз, тамағымыз бар емес пе, әпке? Зара, сенде бәрі дұрыс па? Әпке, менің көкірегім ауырып жатыр. Ана орындықтың үстінде дәрі тұр, соны алып ішсін. Бұл жерде дәрі жоқ қой. Бағана маска жууға барлығын қолданып қойғанбыз. Бізде қанша ақша жиналды? 12 000 теңге. Әйгерім әпке, Зараға дәрі алып келейікші. Ақшаң болса, бар да өзің алып кел, маған не дейсің? Ертең тапсыру керек ақша 12 000 болып тұр ма? Иә. Сататын басқа заттар қалмады ма? Жоқ, қалмады. Әпке, қоя беріңіздер, қазір жазылып қалар. Тұрамыз. Қалайсыңдар? Қасымаға бүгін қанша ақша алып кету қажетсіз айтқан еді? 12 000. Мына желе жинап қойсаңдар ше, не жатсың мынау? Так, магазин заттарды ұрлапсыңдар. Көрдім, молодцы. Айгерім, Диана, ақшаға не? Қазір алып келемін. Тоғыз мың? Болш. $9,000. Қалан ақша қайда, Айгерім? Кеше түнде санаған кесе 12 000 теңге түгел болған. Шын айтам. Шын айтасың ба? Ақша түнде өзімен өзі жоғалып кеткен болып тұр ғой, ә? Жоқ, ол ақша расында да болған тұғын. Қойсаңдашы уже. Қанша жымайса қайталанып отыр, а? Айтыңдашы маған. Тез мойындаңдар, ақша қайда? Білмен. Кеше түнде Зара алып жатқан кезде Балжан дәріге ақша сұрап еді. Ал мен оған рұқсат бермегем. Балжан, сен алдың ба? Мойында сен алдың ба? Мен алдым ақша. Не үшін? Темекі шеккім келді. Нұрия әпке, сіз темекі шекпейсіз ғой? Нұрия, бұл рас па? Қазір саған не болатынын білесің ғой? Иә, білем. Онда бізбен бірге жүресің. Нұрия, тездет. Ал сендер осы косяктарың үшін 25 000 теңге толтырасыңдар. Қайдан тапсаңдар да өздерің білесіңдер. Таңертең келетін боламыз. Қашып кетем деп ойлаушы да қылмаңдар. Оның үстіне қайда барасыңдар? Баратын жерлерінде жоқ та ғой. Балжан, шыныңды айт, ақшаны алған сен бе? Диана әпке, мен әпкеге алмай қойыңыз деп айтқан едім, бірақ... Неге Нұрия сені жақтап шықты? Білмеймін. Бүгін 25 000 теңге тауып үлгермейміз. Сондықтан сен телефон ұрлайсың, түсіндің ба? Сонда мен қазір сабаққа бармаймын ба? Жоқ, бармайсың. Қастағы проблема болса бізге не істейтінін білесің ғой? Не бол сонда? Зара, ол жай сен білмей қой. Неге? Балжан әпке, бүгін сізге көмектесейін бе? Жоқ жаным, сен сабағына бара бер. Бүгін Балжанға біз де көмектесуге тырысамыз. Аха. Сағат 5-те. Жоқ, мен саған адрес жібердім ғой. Я сонымен келе жатсың. Мына жерден жүріп бара жатқан қызды көрмедің ба? Ұрлап кетті телефонды. Мына жаққа қарай кетті. Рахмет. Ей қыз! Сен маған не үшін көмектессің? Айтуым керек пе да? Жоқ, бірақ сенің орнында басқа біреу болғанда айтып қоюшы еді ғой. Мен сенің қазір қандай жағдайда екенін білемін, сол үшін саған көмектестім. Бірақ жарайды бұл. Енді қайталайсың ба, Нұрия? Жоқ. Неге біреудің кінәсін өзінің мойныңа алып отырсың? Сол қызық болып отыр маған. Нұрия, сендерге адам сияқты үй алып беріп жүрмін. Жұмыс тауып беріп жүрмін. Сендерге осы шақпай ма? Бұларың не? Қасым аға, сіз біз асырап бағып отырсыз, бірақ біз сізге айына ақша тауып берсек болмай ма? Біз осыншама ақшаны қайдан... Алло. Иә, қазір көріп тұрсыз ғой, жағдай жоқ. Ақша берілмейтін болса алдындағы келіскеніміз бойынша болады. Иә, кішкентайын берем ғой.
Жарайды. Бауыржан. Карина, сен мұнда не істеп жүрсің? Сен бүгін сабаққа не үшін келмедің? Сен осы районда тұрасың ба? Жоқ, мен жай ғана магазинге бара жатқам. Бауыржан, мен сен бірдеңе сұрайын деп едім. Сен жетім екенін білемін, бірақ сендер үйде қанша адамсыңдар? Тыныштық па, Карина, оны не үшін сұрадың? Артық ештеңе жоқ. Просто сен қиналып отырсаң, онда мен сені әкеме айтып біздің үйге көшіртіп алайын дегенім ғой. Мен әпкем Асылаймен бірге тұрғым келмейді. Мен өзіме бір сіңіліме әпкеме тапқым келеді. Карина, сен қуасың ба? Не айтып отырсың? Бауыржан, мен сені ренжітіп алсам, әрине кешір. Бірақ сен өзің жайлы ешнәрсе айтпайсың. Сол себеппен сұрағаным ғой. Мен айтпаймын, себебі оны айтуға болмайды. И точка. Мен үйдегі туысқандарымды тастап сенің үйіне көшіп кете салмаймын ғой. Түсінем, маған жақсылық жасағың келіп отыр. Бірақ сен ренжіме. Болмайды, шартқа қойып кеттің ғой. Егер де мен үйіме қонаққа келгім келсе, міне мекен жай. Осыға келіп тұр қонақ. Жарайды, рахмет. Сау бол, Карина. Зараны мусорлар төгіп кел. Зара, не болды саған? Кеше қалған дәрілерін іштің ба? Я, бірақ көмектеспей жатыр, әпке. Докторларды шақыра алмаймыз ба? Жоқ, шақыра алмаймыз. Оның үстіне біздің документтеріміз жоқ қой. Ал олар біздің документтеріміздің жоқ екенін білсе, бізді басқа жерге алып кетеді. Қайдан ал Балжан? Білмеймін. Нұрия? Нұрия? Сенде бәрі жақсы ма істеп саған олар? Бәрі жақсы. Нұрия, сен соны жақтап шығайын дедің ба? Саған керек сол ма? Сен қандай адамсың өзі? Зара, ол оның ғана емес, ол біздің де сіңіліміз ғой. Не деген тас жүрек адамсың? Хотя бы ақша таптыңдар ма? Балжан алып келу қажет болған мен. Ал егер алып келмесе ше? Ол оның ғана сіңілісі болғаннан кейін, оның ғана проблемасы ма не? Ол ғана ақша табу керек па не? Әйгерім, ол расында да таба алмай келсе ше? Таба алмай келсе, өздерің білесіңдер не істейтіндігін. Әпке, не болады? Маған да айтыңыздаршы. Ештеңе болмайды, Зара. Ештеңе болмайды. Оянып ба? Сен алдындағы қыз емессің бе? Я, сен кеше далада ұйықтап қалғанды көріп, қарап тұруға дәтім бармады. Рахмет. Я, сонымен телефон саттым ба? Оны не үшін сатпақшы болдың? Телефон? Зара? 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 Ей, тоқтасай, қайда кеттің? Зара? Зара? Қайда ол? Мен оларды тоқтатып қалғым келген, және де сені келеді деп айтқым келген, бірақ олар... О, Балжан, келдің бе? Қане ақша? Зара жайлы естігенім бар шығар. Нұрия, айтып бердің бе? Я, айттым. Сендер не істедіңдер онымен? Білесіңдер ғой Қасымаға бір кісіге қарыз екендігін. Сол қарыздарды сендер жауап беріп жүрген болатынсыңдар. Соңғы уақыт ішінде сендер қарызды түгел жаппағандықтан Қасымаға Зараны бір отбасыға сатып жіберді. Оны өзіңде білесің ғой, Балжан. Ал сен уайымдама, ол енді өз отбасын тауып бақытты болады. Күндердің бір күнде сендер де табасыңдар деген ойдамын. Жарайды қыздар, біз кеттік. Не істедің? Телефон саттың ба? Телефон жоқ. Сендер хотя бы жарты ақшасын табуға тырысып жатсыңдар ма? Әйгерім кеше бұл сенің проблемаң деп бізге жұмыс істеуге рұқсат бермеді. Әрине, арамызда ең үлкен болғандықтан қарсы шыға алмадым.
Не қарайсың, өтірік па не? Арманына жеттім ба? Бажан, сен мен қатетсін қалансың ғой. Мен керісінше сол ауру қызды біздің ортамызда не жере құрттым, соған қуанбайсың ба? Сен не істедің? Ол менің сіңлім ғой. Жүрім болса, қой. Кет үйден! Кет құры! Осыдан үйге сенмен қайсыра мен қымбат шақыратын боламын. Кет құры үйден! Қыз, сен алдындағы қыз емессің бе? Саған не болған? Менде 100 теңге ғана бар. Оған бір нәрсе келе ме? 100 теңгеге шеңке келмейді, бірақ мен саған өзім әперейін. Жоқ, керек емес. Сіздерде жұмыс бар ма? Мен өзім тапқым келеді. Қазірше жұмыс орны жоқ, бірақ бәрі жақсы болғанша мен жаныма жүре тұрып жүр. Не болды? Мен түсіндім. Сендер қаншаусың әреде? Түсінбедім. Балжан, маған бәрін айта бер. Сендер Қасым деген адам асырап алды, ал сендерді Қымбат пен Жазира ақшалады, дұрыс па? Сен оны қайдан білесің? Себебі мен де жетім болғанмын. Сендер болған жерде мен де тұрғанмын. Сендер жақтан өтіп тұрамын, сол кезде топырлап жүрген қыздарды көрген. Бірақ мына үй бостандық, ол қалай? Себебі мен де сатқан болатын, бірақ мен ол үйден қашып кеттім. Неге? Мен басында өз отбасымды таптым деп қуанған болатын, бірақ олар сені асырау үшін емес, қолға үшін сатып алады екен. Мынаны қара. Түсінікті. Ал мына үй, мына жағдайды қалай жасап алдың? Үйіма мен басында жұмыс істедім. Оңай болған жоқ, бірақ есіне сақта, сен жағдайың қаншалықты қиын болып тұрса да, сен жетіммін, мен ешкімге керек емеспін деп айтпа, сен өз-өзіңе керексің. Зара, ол қайда екен? Оны қашан алып кетті? Бүгін. Ал басқа әпкелерің қайда? Сонда қалдың ба? Сен неге қаштың? Қымбат пен Жазира сен іздеп жүрген шығар. Олар мен не үшін іздеу керек? Балжан, сен егер де Қасым Пайсарға не істеп жүргенін айтсаң, оны соттап жібере алады. Мүмкін солай істейміз. Қасымның полиция орнында таныстары көп. Ал біз көшедегі адамдарға бірнеше рет айтып көрген болатынбыз. Бір жағынан ол кісі сотталып кетсе, бізді кім асырайды? Үйіміз бар, тамағымыз бар. Бір шетінен ол кісіні сыйлаймын, ал бір шетінен білмеймін. Ал олардың адамды құлға алып жасап жүрген дұрыс па? Ал бізде қандай дәлел бар олардың адам сатып жатқандығы жайлы? Өзіміз жасайық. Қалай ал? Осыны неге өзің жасамайсың? Маған куәгерлер қажет. Білмеймін, менің кетуім қажет. Мен бұл туралы сөйлескім келіп отырған жоқ. Вот осы сенің үйің, қызым. Сен енді осы үйдің барлығын жинап қарайтын боласың. Бірақ сіздер мені ата-анам болуға алмадыңыздар ма? Жоқ, қызым, мен сенің ата-анаң бола алмаймын. Сендерді бағып жүрген Қасым, ол маған қарыз еді. Қарызын өтей алмағандықтан сені маған берді. Түсінікті ме? Бірақ неге мен? Ол қарыздарға мен не қатысым бар? Мен әпкелеріме барғым келеді. Бұны бизнес дейді, қызым. Асылай! Асылай! Міне мына қызбен таныс болыңдар. Бұл қыз енді біздің үйге жинап қарайтын болады. Кез келген жұмыс істете берсеңдер болады. Карина екеуің төбелесіп ғой. Үйді кім жинайды деп. Міне енді сендерге домохозяйка. О, жақсы болды ғой. Менің артымнан жүр. Сені кухняда тема жұмыстар күтіп тұр. Мыналарды көтеріп столдың үстіне қой. Ой, Тормузай, былай істайды, былай. Сені біздің үйге не үшін алдық? Сен енді мен айтқанымды істейтін боласың, ұқтың ба? Мен істей алмаймын, маған ұспаңыздаршы. Аслай, бұл кім? Мына кімнің ойыншығы? Карина, ал арманыңа жеттің ба? Папа үнемі бір сіңілің ба, әпкем ба болсаң ба деп жүретін едің ғой. Міне саған сіңілі пайда болды. Менен құтылдың ал наконец-то. Бірақ ол қалай? Папа бұл қызды асырап алдық па? Иә, асырап алдық. Бұл қыз еще домохозяйка болады. Мен бұл қызды қалай жұмсасам да маған кедергі жасаушы болма. Түсіндің ба, Карина? Сен аурусың ба не? Хайуандар, малдар, неге оны жібересіңдер, а? Сендерге кім рұқсат берді, а? Мен оны үйден қуып жүрген. Оны келеді деп ойладым. Әлі де келетін шығар. Біз оны өзіміз іздеп келейік. Жоқ.
кім жіберді? Тез айтыңдар! Ағай, кешіріңізші. Оны үйден қойып жүрген едім, ағай. Уақыт беріңізші, өзіміз тауға келеміз қайтадан. Әйгерім, келесі сен болайын деп жатқанын білесің ба? Болды, жетер. Қашанға дейін бізді осылай ұрып соға бересіздер? Біз не істедік сіздерге соншама? Нүрия, аузына ие болып. Жоқ, шынымен де. Ата-анамыз жоқ болса, білгендеріңізді істей бересіздер ме? Әйгерім. Жана, Сендерді кімнің асырап жатқаны естеріне шығып кетті ма не? Қыздар, сендерге жақсылық жақпайды екен. Балжан, қалайсың? Какими судьбами? Аслай, Каринаны бола ма? Әрине болады. Айтпақшы, ол үйде жоқ екен ғой. Ол кім? Балжан, кел үйге кір. Не үшін кіреді ол? Сен өзің и так сіңіліп тауып алған жоқсың ба? Рас па, сіңілін таптың ба? Сіңіл дегенде иә, енді танысып жатырмыз. Танысып қой, Зара. Аслай әпкемнен қай жерге қояйын? Апармайсың ба дұрыста? Балжан әпке? Зара? О, сендер таныссыңдар ма? Бірақ жетімдер бір-бірін таниды екен ғой. Балжан саған кім болып келеді? Бұл Балжанның сестренкасы болып отыр ғой, дұрыс па? Балжан, мен білмеймін, шынымды айтайын, Балжан. Әпке! Сен кімсің біздің үйімізге келіп алып заттарымызды алып кететіндей? Ол сенің сіңлің емес уже, түсіндің ба? Полиция шақыртайын ба? Болды, жел, сен уайымдама. Мен оған өзім бас көз боламын. Мерей, Қасым аға саған бір тапсырма беріп отыр. Қандай тапсырма? Мен ол жерден баяғыда кетіп қалған, мен жайыма қалдырыңдаршы. Мерей, жетер. Қандай тапсырма болса мен істемеймін. Папа қайда екен? Папа қайда? Аслай, папа қайда? Ой, не істемекшісің оны? Мен папаға хабарласам. Зараны әпкесінің қасына апаруымыз қажет. Жоқ, барлығы дұрыс. Зара, саған не болды? Зара, көзіңді аш, Зара. Зара, Аслай бірдеңе қылайық та. Ой, не болады дейсің оған? Скоро шақыртайын ба? Я, шақырса тездет бол. Зара, Бізге қандай ауырып қыз тастап кеткен? Аслай, Құдайдан қорықсаң қайтеді? Осы жерде бола тұрайық. Сәл тыныш алғаннан кейін басқа жерге барамыз. Балжан да осы жерге келіп қалар. Бұрын жиналып жүрген жеріміз ғой. Мен оны оралады деп ойламаймын. Көрерміз. Балжан? Әйгерім әпке олар Зараны қол қылып ұстап отыр екен. Кешірші Балжан, менікі дұрыс болмады. Сіздер де қашып кеттіңіздер ме? Я. Балжан, кішкене осы жерде бола тұрайық. Кейін оны қайтарып алатын боламыз. Жарай ма? Естеріңде ме? Бұрында осы жерге жиналып ойнаушы едік қой. Иә, сол кезде таныстық. Сол кезде ата-анамызбен болғанда тіпті жақсы болар еді. Иә. Зара. Балжан, ойымдамашы. Біз оны қайтарып аламыз. Я, қалай болса. Сосын естеріңде ме? Анау ағаштың түбінде жапырақ жинап ойнаушы едік қой. Бізде жинау өте қызық болады. Я. Балжан, Мерей, мен сендердің қашып кеткендеріңді байқадым, мен сендерге көмек бергім келіп отыр. Балжан, ол кім? Қасымның адамдар осы жаққа келе жатыр, олар келгенше мен сендерді қауіпсіз жерге апарайын, жүріңдер. Қыздар, біздің баруымыз керек сияқты. Қасым аған адамдар бізді іздеп жүр. Мына жерді іздеп біледі. Оған сенуге болады. Кеттік. Балжан, сені мартыға болады деген адамың осы ма? Мерей, оны қалай түсінуге болады? Кешіріңдерші, менде басқа амал болған жоқ, олармен мен жаман ұқсаймын деп қорқытты. Осылайынша қашып кетеміз деп ойладыңдар ма? Қасым аға. Қыздар,
Сендер осылайша қашып кетем деп ойладыңдар ма? Мен сендерді бәрібір де сақпағанша доғармайтын білесіңдер ғой. А чё? Зараны сатқан жеткіліксіз болып жатыр ма? Енді қашып құтыла алмайсыңдар. Кім шақырған олар? Есен ба бұл деген нере? Ең сендер ұсталдыңдар. Сендер түсіріп жатсың ба? Не істейсің ағайын? Бәрібір де сендер түсетін уақыт болып полиция келе жатыр. Қандай дәлел бар? Қыздардың бәрі қойге. Қыздар дейсің ба? Қыздар дейсіңдер ма? Не істейсіңдер ала? Осыма керек сендерге? Сендерге сене ма? Маған сене ма? Лейтенант Вокзалов, что здесь происходит? Олар бұсырды. Нағыздар пистолетпен атты. Біз мына жерде өзіміз отырған едік. Білмеймін, келіп біз алып тастады. Аяғымды алып тастады. Соттау керек те оларды. Лежать! Вы все будете арестованы за нарушение закона! Міне достар, бұл оқиғаның соңы осылай аяқталды. Ал сіздер барлығы жақсы болады деп ойлаған бедіңіздер? Өмірде сен қалағандай бола бермейді екен. Ал сотта Қасым өзінің таныс адамдары арқылы кінәлі емес екенін дәлелдеп шықты. Ал бізде ешқандай дәлел болған жоқ. Бір жағынан мен өте қуаныштымын. Оның қолында қол болып, адамдарды алдап, ұры болып, құлдыққа сатылып жүргенше, балаларға арналған түрмеге барғанымызда дұрысырақ шығар. Және қыздардың да ойы осындай болар. Ал Зараға не болды десеңіздер, Зараны Карина емдеп құтқарып қалды. Менің сіңлімнің оған расында да қамқор жасайтын, оны ренжітпейтін әпкесін тапқанына өте қуаныштымын. Бұл өмір, біз қолдан келгеннің барлығын жасап көрдік.